Топан су кезінде Нұхтың кемесіне кіру үшін Ібліс бір айла ойлапты. Ол есекті арбап. Есек, саған ерекше қасиет біткен. Досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суға қалдырмай кемеге алып құйрығыңа жасырынайын, деп жалынады. Есек мақтаншақ еді. Іблістің сөзі майдай жағады. Басын изеп келіседі. Екеуі кемеге келеді. Өткелден өте бергенде Ібліс есектің құйрығына ұстап, кері қарай сүйрейді. Есек алдыға жүрмек болады. Осылай ары тартта бері тарт болып тұрғанда Нұх пайғамбар есекке жекіп, «Кір ішке», дейді. Тар жерде тапырлап тұрған өзге хайуандар да есекке ұрсып азан-қазан болады. Есек жүрейін десе Ібліс құйрығын жібермей ұстап тұрады. Сасқан есек ақырып өткелге зәрін шашады. Нұх екінші рет айқайлап, «Ей малғұн, өткелді бөгемей кірсе ішке», дейді. Сол кезде есектен бұрын Ібліс кемеге зып етіп кіріп кетеді. Нұх оған, «Ей сайтан, сені кім шақырды? Шық», дейді. «Кір малғұн деген өзің, малғұн менмін, әміріңмен кірдім», деп сайтан кемеге жайғаса береді. Нұх сөзден жеңілген соң есекке қарап, «Ай есек-ай, көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар», депті. Есек содан бастап еңбек адал болғанмен еті арам жануарға айналады. Есектің әліге дейін өткелдерден өткенде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан қалыпты. Ал Іблісті көрсе өткелдегі оқиға есіне түсіп, ақырып, жаны қалмай қорқады екен. Есек ағарса сайтанды көреді, қораз шақырса періштені көреді деген сөз осыдан шықса керекті.